Assalamu alaikum қазақ елі, қайырлы таң. Құрметті бауырлар, біз қазақ мақтанамыз. Менің ата-бабам анандай болған, мынандай болған, батыр болған, ой молда болған, ағын суды теріс ағызатын. Иә, дұрыс. Олар болған. Бізге тек ата-бабамызды мақтау үшін ғана, ата-бабамызбен мақтанып қана өмір сүру үшін берілмеген бұл өмір. Бізде соларға ұқсауымыз керек. Бізде солар сияқты мұсылманшылығымызды мықтап ұстауымыз керек. 5 уақыт намазымызды оқуымыз керек. Оразамызды ұстауымыз керек. Олар қандай қиын заманда жүріп, ат үстінде жүріп, ел қорғап жүріп, намаздарын тастамаған, аш жүріп ораза ұстаған. Біздің жағдайымызбен салыстыруға келмейді ғой. Құр мақтанып қана қоймай, біз солардың ұрпағымыз. Біз солармен шабыттанып, біз соларға қарап иманымызды көтеріп, құлшылығымызды жасауымыз керек. Оны айтып атқан уақыт өтіп баратыр, бауырлар. Уақыт қылыш, сен кеспесең, сені кеседі. Ертең намаз оқымай, құлшылық жасамай, Алланың бұйрығын орындамай, ана дүниеге кетіп қалсаң, бармағыңды шайнайсың. Сонда кім кінәлі болады? Кімді кінәлайсың сол кезде? Ойланайық, бауырлар.